Бокс жарысы өткізіліп, бір жағы мына Дәу Тақырбас болса, оның қарсыласы мына Қарабай деген жігіт болып, Дәу Тақырбас өзінің денесіне сеніп, Қарабайды жеңіп алам деп ойлағанмен, Қарабай ептілігінің арқасында бір жұдырықта тигізбей, керісінше Дәу Тақырбасты бірінші кездесудің жартысында ұрып талдырасылады. Әсілі Қарабай кезінде бокста штат чемпионы болған екен де, талай жарыстарға қатысып, шұғылалы нәтижелерді жаратып, енді әлемдік сахналарға көтерілмек болып жүргенінде, махаббатын көңілдесімен бірге ұстап алып, көңілдесін ұрып өлтіріп тастағандықтан өмірлік қамақ жазасына өкім етіліп, осы түрмеге қамалыпты. Міне содан бері 10 жыл уақыт өткен болып, Қарабай тәжірибелігінің арқасында осы түрменің бокс чемпионына айналып, өзіне сайыс жариялап келген, талай түрменің мықтысын сазайын берген екен. Сол үшін де Қарабай осы түрменің атаманы болып, ешкім де оған батпайды екен. Бұл кезде тағы бір жақта мына Айсмен деген бокстан әлем чемпионы болған адам қыз зорлау бабымен 6 жылдық қамақ жазасына кесіліп қамалған екен де, оның жазасын өтеуі жаңағы Қарабайлар бар түрмеге бұйырылып, Айсмен осы араға алып келінеді. Айсмен өте абыройлы әрі атақты адам болғандықтан, оның осы түрмеге келетіні Қарабайдан тарды бүкіл түрмедегілердің құлағына алдын ала жеткен болып, бір табаққа екі бұқаның басы сыймайды деген мақалды білетін Қарабай Айсменнен қорықпаса да, оған жоламай жүрмек болса, Айсмен түрмеге келіп, жаңадан орналасқанда, оны осы түрмедегі ең абыройлы деп аталған Ақбас шалмен оның қол шоқпары іздеп келіп, мен боксты білем. Мен көптеген жекпе-жектерді көзбен көрдім. Сен жақсы чемпионсың. Ал сіз кімсіз? Бұл Мэнди Рипштейн, өте қадірлі адам. Рипштейн, менің менеджерім Ян Льюис сізге сәлемін жеткізді. Ондай есімде жоқ. Ол екеуіңіздің 25 жыл бұрын Майамиде дос болғандарыңызды айтып еді. Менің Майамиде достарым жоқ. Біраз адамдар бір кездері менімен дос болғандарын айтады. Бірақ бұл өтірік. Сен жақсы чемпионсың. Бірақ біздің өз чемпионымыз бар. Және ол сенен мықтырақ. Әзілдеп тұрсыз ба? Мен сенің барлық жекпе-жегіңді көріп шықтым. Сен бұрынғыдай мықты емессің. Жақсылап бір соққы беріп келеді. Комбинацияда әлсізсің. Қорғаныста басыңды пайдалана алмайсың. Дұрыс айтасыз, мен бірден оның жанын алам. Ол не қылған жігіт? Айтыңызшы. Сенің жанды жеріңе тиіскен секілдімін ғой. Құрып кетші. Монро. Оның аты Монро Хачин. Рипштейн мырзаның ойынша ол сізді жеңеді. Тек ашуланба. Мен сені ренжіткім келмейді. Бұл жердегі Монро деген адам болса дәл Қарабай болып, Ақбас пен қол шоқпарының бұл сөздерінен кейін менен мықты болатындай, ол Монро деген сірә қандай неме деп ойлаған Айсымен қылмыскерлердің барлығы тамаққа шыққанда жатақтасынан ана Монро деген қайсы десе, жатақтасы оған Монроны көрсеткендіктен, Монро Хачин деген сен бе? Иә. Менің кім екенімді білесің деп ойлайым. Сені жергілікті чемпион деп естідім. Солай. Бірақ ауыр салмақтағы емес. Чемпион. Кез келген салмақтағы чемпионым. Мен тіпті мұндай жерлерде бокстың болатынын білмеппін. Бұл спорттық бағдарлама. Мұнда жарты жыл сайын жарыс болып тұрады. Көбінде басқа түрмедегі жігіттермен күресеміз. Сонда қашаннан бері ұтып жүрсің? 10 жылдан бері. Осында келгелі. Мәс саған, жаман емес. Сені құттықтауым керек. Мә қане. Мұнда не болып жатыр? Бәрі дұрыс. Бұл жерде чемпион менмін. ал бұл фильм ұнаса ақш жүрек беріп мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын. Айсмен әтей Монроға тиісіп, қыр көрсеткендіктен Айсменге түрме сақшылар жағынан ескерту берілсе, ал Монро жалғыз камераға қамалып, бұның теңсіздік екенін білген Монроның жын ұстасы да түрме сақшылары өзінен гөрі Айсменге жан басатынын, сол үшін екеуінің арасында көп ұзамай атамандыққа таласар бір шайқастың боларын сезеді.